Жасыл экономика соңғы 5 жылда қарқын ала бастады. Елімізде жасыл экономиканы дамытуға барлық мүмкіндік бар. Евразиялық медиа форумда бас қосқан шетелдік және отандық сарапшылар осындай пікірде. Қазір еліміз жасыл экономиканы дамыту мақсатында жасыл технологиялар мен инвестицияларды қолдауда. Форумда сөз алған қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров бұл салада жел энергетикасы, қуат көзін үнемдеу, өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату жөнінде бірқатар жұмыстар атқарылғанын айтты. Бірақ әлі де болса, суды пайдалану жүйелерін басқаруды қайта жаңғырту, ауыл және коммуналдық шаруашылықтың тиімділігін арттыру керек. Жасыл экономиканы дамытуда қазақ елі біршама жұмыстарды атқарып жатқанын көріп отырмыз. Жалпы бұл сала соңғы 5 жылда әлемнің бірқатар елінде қарқынды дамып келеді. Жаңартылатын қуат көздерін, яғни жел мен күннің су энергетикасын дамыту арқылы экологиялық қауіптілігі басым және тиімділігі төмен өндірісті ауыстыруға мүмкіндікке қол жеткізуге болады.